Сәлем баршаңызға. Сіздермен бірге Азиза. Мен бүгін сіздерге бүгінгі видеода ерекше дәмді тағам кесе самсаның жасалу жолын көрсетемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл тағам сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Иісі деген піскен кезде бұрқырап тұрады. Иісі де керемет дәмді тағам. Түскі асқа тағам ретінде берсеңіздер де болады. Өте ерекше әрі дәмді болып шығатынына көздеріңіз жетеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ал ендеше бірге жасап көрейік. Ыдысқа еленген ұнды саламыз ең алдымен. Ұнның ортасын ашып, бөлме температурасындағы суға тұзымызды араластырып, 30 грамм сары майды қосып ерітілген жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр өте жылдам иленеді, сары май қосылғандықтан қолға жабыспайтын әдемі нәзік қамыр болып шығады. Қолмен жасайып қамырды. Қолға жабыспайтын осындай әдемі қамыр илеп шығарамыз. Сосын бұл қамырымызды 15 минутқа холодильникке салып қоямыз, пока салмасымен айналысамыз. Салмасына мен асқабақ алдым, орнына картоп қоссаңыздар да болады. Өз талғамдарыңызға сай қоса бересіздер. Ішіндегі құрамын етті осылай орташа ұсақтықта турап аламыз. Үстіне пиязымызды, асқабағымызды осылай көбіктеп турап салдық. Асқабақтың орнына картоп қоссаңыздар да болады. Бір қазана қосып жіберсеңіздер де болады. Тұзын, бұрышын өз талғамдарыңызға сай салып, араластырып қоясыздар. Салмамыз дайын. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Каналдың дамуына қолдау көрсетіп кетсеңіздер екен деймін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға жазылып кетіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Дайын қамырымызды осылай ортасынан бөліп, 2 үлкен самса шығады бізде. 6 бөлікке бөліп аламыз. 2-ін кішірек, 2-ін орташа, 2-ін үлкендеу қамыр етіп бөліп шығамыз. Бұл қамырлардың не үшін қажет екенін қазір видеода толық көресіздер, түсіндіріп айтамын. Үлкен қамырды мен айта кетейін, мен бүкіл заттардың мөлшерін 2 есе қылып алдым. Мен көбірек жасадым. Мұнда менде 4-5 самса шықты. Жаңағы оның қамырымнан. Ал сіздер мөлшерін мен жазып қоямын. Осы жазылған мөлшерден 2 үлкен самса шығады. Сол мен жазған мөлшер бойынша істесеңіздер де болады. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Аса жұқа емес, орташа. Салған заттарымыз біркелкі болу үшін, түйімді былай самсаны түйген кезде біркелкі болу үшін мен кесені пайдаландым. Сіздер де осылай істесеңіздер ыңғайлы болады. Салмамызды осылай толтырып салып, қамырымыздың астын дұрыстап біркелкі бекітіп шығамыз. Ашылып қалмау керек. Піскен кезде су ағып кетпеу үшін жақсылап осылай бекітіп аласыздар. Енді екінші орташа қамырымызды алып, оны жайып, мына самсамыздың астына тәрелке сияқты қылып қоямыз. Видеода көрсетілгендей. Артық жерін дұрыстап астына қарай итеріп, осылай жабыстырып шығасыздар. Ал енді кішкентай бөлігімізден бізге әдемі өрілген қамыр сияқты жасау керек бетіне. Қазір осы видеода көргендей жасап, лагман сияқты созып алыңыздар. 2 ұзынша, осылай ұзынша етіп созып, лагман сияқты етіп, осылай өріп айналдырып шығыңыздар. Бетін сәндеу үшін керек, осылай қойып шығасыздар. Самсамыздың бетіне қақпақ сияқты етіп жасаймыз. Бір жұмыртқаны араластырып, самсамыздың, қамырымыздың бүкіл жеріне біркелкі жағып шығамыз. Піскен кезде әдемі сап-сары болып, әдемі болып шығады. Бетіне қалауларыңыз бойынша күнжіт сеусеңіздер болады. Алдын ала пештеріңізді 180 градуста
қыздырып қойыңыздар. 180 градуста 45 минут пісіріп аласыздар. Самсамыз дайын. Өте иісі бұрқырап тұрған әдемі самса болып шықты. Сіздер де бірге жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Азиза. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.